Намаздағы дұғаны бәріміз айтып жүрміз. Соны сәл болсын дұрыс айтып үйренейік. Мынау бізде рукукта тұрған кездегі айтып жүрген дұғамыз. Субхана роббиял азим. Азим. Субхана роббиял азим. Яғни ұлық болған Раббым бүкіл кемшіліктен пәк деген. Және де хадисте сендердің біреуің руку жасасаңдар, онда руку ұтарыңда не? Субхана роббиял азим деп ең кемі 3 рет айтсын деген сүннет. Және де бізде кейінгі рукукта 3 рет айтып болғаннан кейін тұрған кезде Сами Аллаху лиман хамида. Мында м бар, лиман хамида. Кімде кім Раббысына Аллахқа мақтау айтса, Аллах оны естіді. Және де сол кезде осы сөзден кейін Роббана лакал хамд немесе валакал хамд. Яғни Раббым саған мақтау болсын деп айтасыздар. Ал сәждеде Субхана роббиял а'ля. Субхана роббиял а'ля. Ұлық болған, жоғары болған Раббым кемшіліктен пәк деген. Және де ең қымбат болған сөз. Өйткені иман нығметі берілген, ол иман ең үлкен қымбат нығмет. Және де таразыда ең ауыр болатын сөз, бүкіл күнәлар тұрған кезде осы сөз, соларды басатын ең ауыр сөз бізде Ла илаха иллаллах. Иллаллах. Осы жер сәл қиын болады көбісіне. Иллаллах. Алладан басқа Құдай жоқ. Мухаммадур Расулуллах. Мухаммадур Расулуллах. Және Мухаммад саллаллаху алейхи уассалам Аллахтың елшісі. Пайдалы болсын.